Сәлеметсіздер ме көрермендер? Бүгін сіздермен жер бетіндегі соңғы адамның 4-ші сезонның 1-ші, 2-ші, 3-ші серияларына шоу жасаймыз. Жауыз еркек қайтыс болған соң, ортамызға жаңа кейіпкер Памела есімді әйел қосылады. Сондай ол қасына өзінің досы Ройс өле қоймаған Пэт арғы дүниеге серік керек деп байғұсты да ала кетеді. Әр сезон бастала салып осылардың жөні тура адам шықса өлтіре салатын не болса, Памела еркекке қаруының көтінен түтіні шыққанша атыспашалақтайды. В общем, его звали Рой. Памела өзінің Тенди сияқты жинкөт итін көрсетіп еді, басқалары адам өлді демей сол жерде беттеріне смайлик жасап алады. Кейіпкерлеріміз түтін шығып тынып жатқан материктен яхтамен жаңа сапарға шығады. Әдеттегідей бірінші Тод өлеңдетіп, артынша Тенди сөздетіп, біздің 10 секундтық кейіпкерімізді мәңгі сапарына шығарып салады. Енді Пэттің кезегі. Өткен серияларында Пэтті өлдірдік деп, сонда да өлмегендіктен сенімділік үшін Тенди оның басын кесіп тастайын деп еді, байғұстың басын адамды жиіркендіріп тұрып 30 минут бойы кеседі. Еркек сол арада өзінің тізе шығып кеткен приколларын айтып еді, Памела нетке әзіл қойсын деп қаңғылдап күле береді. Пэттің басы мен денесін кейін қайтадан қосылып тіріп кетпесін деп екі байкқа отырғызып жіберіп еді, сөйтсе екеуі өздерімен өздері бір-біріне қайтадан жақындай бастайды. Сәл қалдау, міне Кэрол Мелиссадан қайта жол тартық десе, Побег из Шоушенкадағы Зихуатанекі ғой, сол деп жауап қайтады. Арғы жақта Памела отырып алып, бәріне өзінің ойғасын жарып салады. Сол арада Кэрол стаканмен өзінің суын алып келе жатыр еді, маған ба жаным, рахмет деп бет бермей алып қояды. Пэт екеуінің махаббатын, сосын Роймен болған махаббаттарын беріліп тұрып сипаттап еді, Тенди бір кайф ұстағандай көзі мөлейіп кетеді. Тенди тағы да IQ төмен ғана адам түсінетін әзілін айтып еді, Памела тағы да ыржиып жарылады. Господи, как смешно. Кейінде Памела капитан бөлмесін өзіне алып, басқаларын кішкентай бөлмеге жатқызып қойғандығын білеміз. Сол арада яхта бір нәрсеге соғысып, Гэл Мелиссаға келіп, бүгін түнде кемен тоқтата тұрайық деп, Зәкірдің кнопкасын басып еді, ол басып тұрмаған соң кішкене ғана қимылдап қоя салады. Сөйтіп азанып тұрса, ақмақтар Зәкір толық түспегендіктен маршруттарынан адасып, басқа жаққа кетіп қалыпты. Бірақ бұл жаңалықты ешкімге айтпайды. Байғұс Тендидің приколларына бірінші мәрте өліп тұрып күлетін адам кездесіп, әңгімелер жарасып тұрғанда Кэрол келіп, күйеуін қызғанып, ол да күйеуінің әзілдеріне күле алатындығын көрсетпекші болып, өтіріктен орынсыз күлкі жасап алады. Басқа әйелдерге келіп, Памеланы жақтырмайтынын айтып еді, оларды, қара, тамақтарымыздың бәрін жеп қоятын болды. Жерге түссек, одан құтылайықшы дегеніне Памела кездейсоқтан естіп қойып, іштей, мен сендерден бірінші құтыламын деген бет жасап алады. Сәлден соң әйел Эриканың баласына арналған кеуде сүтін алып, кофе жасап алып келіпті. Тендиге қатты ұнаған ол. Ал басқалары жиіркеніп кетеді. Кейін көкжиектен арал көрініп, Мелисса мен Гэл іргелерге олардың адасып кеткендігін ақыры айтып береді. Олар тынтыққа тамақ та алмады. Бәрін Памела жеп бітті деп қайғырады. Ақыры аралға баруды шешеді. Барлығы кішкентай қайыққа отырып, жолға шығайын деген сәтінде Памела Тендиді талдырып, кішкене қайықтың жібін үзіп, кешіріңіздерші, амал жоқ деп кетіп қалады. Тамақсыз жылаған бала, ыстық күн, байғұстар жалғыз қалды. Кэрол, Тенди бізді құтқарады, көре тұрыңдар дегенде, Мелисса әзіл қойсын ғой деп басын шайқайды. Олардың жалғыз үміттері алдарындағы арал. Бірақ арал тыныш емес. Онда біреудің бар екендігін байқаймыз. Ал Тенди ұйқысына оянса, Памела әдемі әуен қойып, оған тағам алып келе жатыр екен. Бірақ бір минус бар, ол байлаулы. Менің қалғандарынан айырып, есің дұрыс па дегеніне, әйел Стокгольм синдромы жайлы естіп пең дейді. Естіген білем, бірақ оны ана досыма қайтадан түсіндірші дейді. Бұл дегеніміз, адам өзін ұрлап кеткен адамға ғашық болу дейді. Яғни сен маған кейін ғашық боласың дейді. Қалғандар аралға келіп, енді не істейміз десе, Тод, менде план бар. Эрика, маған сүтті бер, жас бер, ана шоколадты бер. Ал сен сіріңге десе, Эрика, сен план емес, сүтке шоколад ертіп ішейін деп жатырсың ғой деп көзін ашады. Сол арада ана ағаштар арасында бір дауыс шығады. Бір емес 3-4 мәрте. Мортис көтетерлесе де жай барады. Барып қалса, бір адамның дауысы тоқта дейді. Ол жай қолын шығарады да оның бетін сипалай бастайды. Кенеттен Тод ішке кіріп кетеді. Бір кезде бір түсініксіз адам шығып, жүгіре кетіп, басқаларын әкеліп, олардың беттерін кезек-кезек ыстай бастайды. Оның аты Глен. Ол бұл аралда 5 жыл бұрын кездейсоқтан қалып кеткен екен. Сөздеріне қарағанда, Верушалі тіптен білмейтін тәрізді. Ана кеме қашан қайтып келеді деп еді, ешкімнен
шықпайды. Ал кемеде Тенди өтіріктен дауысты шығарып тұрып, «Мә досым, тобым, енді менің көз қарасым өзгеріп, білесің ба? Мен ұрлаған қатын, Памелаға жестко басым кетті. Бірақ ол барда оны сүймейтіндей болуым керек» деп актерлігін қосады. Әйел онысына сенгендей көрініп келеді. Тенди оны типа сүймейді, бірақ іштей сүйеді. Бірақ шындығында әлбетте Мелиссаны жақсы көреді. Қысқасы, план сондай түсуге жарыстар. Глен басқаларын үйшігіне алып келеді. Үйінде бәрі полный комплект екен. Ұйықтайтын жерде, дәрет сындыратын жерде, тіпті ойыншық әйел бар екен. Жо, оған тиіспеймін десе де, иә, түсініп тұрмыз ғой. Ана жақта Тенди жақсылап тұрып Памела білетін әндерді әндетіп, әйелді сындырып, өзін босатып алмақшы болады. Әйелде ақмақ емес екен. Оның айласын түсініп қояды. Еркекті қанша есуас десек те, бір кездері көтінен теріс ойланғанында пайда істеді. Ол жіпті өзінің аяғындағы өсіп кеткен тырнақтарымен шешіп алады. Аралда Тод Гленге әлемдегі вирус жайлы айтпақшы еді. Еркек өзінің отбасы жайлы басқаларына жүректерін маужырап тұрып айтып береді. Ведь она умерла, рожая его. Тодқа, ал балам, не айтайын деп едің десе, жай осы ой десе, сола проблема деп бедің. Дәл қазір мен 4 мәрте сырдым деп бет бермей отырады. Ана жақта Тенди жіптен босанып, осылай терезені сындыра алмаған соң, оны Памела байқап сыртқа шығады. Ол жақта еркек оның итін ұстап алып, қаруды бермесең, итіңді көрмесін деп, ақыры өз дегеніне жетеді. Аралда Кэрол Гленге ақыры шындықты айтып жарады. Кемеден басқа олардың үміті жоқ екенін аңғарып, Глен кеттік, бір нәрсе көрсетем дейді. Кемеде аралды таба алмай, көңіл күйі жоқ есуасымыз отыр еді. Памела, Тенди, қара деп арғы жақта аралда Глен мен Кэрол жаққан отты көрсетеді. Еркек ақыр аралға аяқ басып, ғашығымен жүздеседі. Гленмен танысып еді, Тенди сен ба? Сені өте жақсы жігіт дейді ғой деген қызықты сөз шығарады. Сүмірейіп қалған Памеламен не істейміз деп еді, барлығы оны осында тастап кетейік деді. Әйел итмен қоштасып, енді кокос істеп жейін деп отыр еді. Глен, халайық, адамгершілік жасап, оны өзімізбен қалдырайық дейді. Кэрол, мақұл, бірақ бір шарт бар дейді. Осы шарт. Шаушенк фильмдегі керемет жерге жол тартпақшы болады. Бірақ Глен жылдамдату үшін Памеланы қайта яхтаға алу керек дейді. Онысымен келіспейді. Гэл, көз өлдірімді аралды тастадым деп түріммен қарап, дейді. Тод қараса, ез ауысқандар шоколад баланы ұмытып кетіпті. Болмаған соң, Памеланы да ақыры яхтаға көтереді. Әйел, сіздерге рахмет, айтқандарыңызды істейтін қол боламын деп ойын айтады. Шынымен кешкі аста әйел келіп, кемен таптаза қылып қойдың. Енді кімге массаж істеп берейін? деп бәрден кезек-кезек сұрап шығады. Болмаған соң, бұйрықтарыңызға бас идім деп кетіп қалады. Байғұс әйелді Глен аяп, тамақ алып келіп беріп еді. Әйел, ойбай, суып қалды ма, жылдайын ба дейді. Еркек, жо, сен же дейді. Құстар сияқты сен үшін жеп шайнап берейін ба дейді. Жо, бұл саған дейді. Екеуі сөйлесіп, тамақты жақсы әзірлейді екенсің десе, мен жалғыз бастағы әке болған соң неше түрлі консервілерді ашып бастадық қой дейді. Оның балалары бар екен біліп, артынша екеуі сезімге беріліп, арғай пуси болады. Таңертең тұрса, басқа әйелдер түнімен не қылыңдар дейді. Әйел, енді Глен екеуміз жұмыс істедік. Ол маған бұйрық берді, мен оны орындадым дегендей. Кейінде Глен қол сияқты жүрген ғашығын аяп, басқарына келіп, оны өзінің қыз етіп жариялайын деген сол еді. Арғы жақта ақыры көптен күткен аралдарын көреді. Бірақ өкінішке орай ол жер кинодағыдай емес, өліктерге толы жер екен. Жерге түсіп, жағажайда тола мәйіттерді көріп, Гленнің мінезі бірден өзгеріп, Памеланы менсінбей, бар, заттарымды алып келеді. Әйел болса, вау, енді осындай ойнаймыз ба? Маған ұнайды дейді. Бірақ бір үйге келіп, әйелді қуып жіберген соң, әйел оның шынай айтқанына бас жетеді. Кейінде қайырған әйелді Кэрол көріп, оны кешкі асқа алып келеді. Глен оны тағы да жақтырмай, кетіп қалайын деп еді. Памела, не сонша жек көріп кеттің? Төсекте онша емеспін ба дейді. Еркек, жо, мен сені сүйемін, бірақ мен балаларымды уайымдап ертең жолға шығуым қажет дейді. Түнде шіркеуде отырған Тодқа Мелисса келіп, білесің бе, Шаушенкте түсірілген сцена негізі басқа жақта жай бір аралда түсірілген десе, Тодтың көті жаман ашып кетеді. Ертес жолға шыққан Глен басқалармен қоштасып жатыр еді. Памела тырыстырып киініп алып, подиумда жүргенде қадамдап, мен сені сағынбаймын, сен де мен сағынбайсың. Өйткені мен сені
мен барамын деп жарасқан қосшып бірге кетуді шешеді. Кетпей тұрып Памела Кэролға ана байықса жақшы қас шықсын деп бір дәрі беріп кетеді. Аяғында Тенди «Побег из Шоушенка» фильмін көргендей Шоушенкті адам деп ойлап, Шоушенк осыны көргенде о деп киноны өзінің далбасасымен бітіреді. Достар, кино ұнап, ендігі бөліктерін көргілеріңіз келсе, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.